Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен тойымды өте дәмді мөмсәй тағамын әзірлейміз. Кешкі асқа не жасарыңызды білмей басыңыз қатса, осы тағамды жасауға кеңес беремін. Ең алдымен 600 грамм ұнға 2 ас қасық сұйық май және де 1 ас қасық ашытқы салып, жылы тұз салынған суға жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болған соң, бетіне май жағып, целлофановый пакетпен жауып, жылы жерге ашығанша қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілген соң, өстіп мантоварканың табағын майлап, осындай кішкентай шариктер жасайтын боламыз. Көтерілгенше целлофановый пакетпен тағы да жауып қоямыз. Осылай көтерілген соң 35-40 минуттай будап пісіріп аламыз. Ашыған қамырымыз піскенше біз болгар бұрышын кесіп дайындап аламыз. Менде 2 қызыл және 2 көк болгар бұрышы, оны видеодағыдай 3 бұрыштап турап аласыздар. Пиязды видеодағы көргендеріңіздей перья қылып кесесіздер. Сарымсақ стрелкаларын ірілеп турап аласыздар. Менде 3 тауық жамбасы, оны қатты ірілемей, қатты ұсақтамай кесіп аласыздар. Бәрін өстіп дайындап алғаннан кейін болгар бұрышын қуырып аласыздар аз көлемдегі майға. Ол қатты езіліп кетпеу керек, кішкене қытырлақ болуы қажет. Болгар бұрышын шығарып алып, аз көлемдегі майға тауығымызды қуырып аламыз. Дәміне қарай тұзын, қара бұрыш және қызыл бұрышын салып аламыз. Тауығымызды жақсылап қуырып, оған жаңағы сарымсақ стрелкаларын қосып, бірге қуыратын боламыз. Енді кезекте пиязымызды қосамыз. Оны да жақсылап қуырып аламыз. Бір ас қасық томат паста. Оны да жақсылап қуырып аламыз. Екі ас қасықты толтырмай соя соусын қосамыз. Қуырып жаңағы бөлек алып қойған болгар бұрышын араластырамыз қосып. Қақпағын жауып 5 минуттай бұқтырамыз. 100 миллиграммдай су құйып, тағы да бір 5 минут бұқтырып аламыз. Ашыған нандарымыз дайын болды. Осылай әдемілеп салып, аз көкпен сәндедім. Сіздерге ұнады деп үміттенемін.